Баршаңызға сәлем. Бүгін жасалу жолы өте оңай сметаник пирогын әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызбен қопсытқышымыздың үстіне тоңазытқыштан алынған сары майды үккіштен өткізіп аламыз. Сары майымыз салқын күйінде болуы қажет. Және араластырып аламыз. Оның үстіне қантымызды қосамыз және бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болған соң тоңазытқышқа 40-50 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан алған соң формамызға қамырды жайып шығамыз. Осылай жайылуы қажет және салмасын дайындаймыз. Қаймақтың үстіне қантты қосамыз және жұмыртқамызды қосамыз. Алдымен қасықтың көмегімен, сосын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жасалу жолы өте оңай, әзірлеп көріңіздер. Салмасы дайын болған соң, қамырымыздың үстіне құйып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 40 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер.